Саламатсыздар, ардыма қош келіпсіздер. Осында үлпілдек және балалар сүйіп жейтін пирожки дайындайтын боламыз. Алдымен үлкендеу тұсымызға сүтімізді құйып аламыз. Кейіннен суымызды құямыз, жылы болу қажет. Артынан осындай тұз, құмшекер және дрожжымызды салып, дрожжымыз ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай дрожжымыз еріді, үстінен өсімдік майын саламыз және ұнымызды аз-аздан салып барамыз. Мен осылай 3-ке бөліп салдым. Арқашанда ұнды аз-азынан салып барыңыздар, жұмсақ иленетін қамырға. Бірден ұнды көп салып қойсаңыздар, қамырыңыз өте қатты болып иленіп қалады. Мінекей осылай өте қолға жабысқақ, жұмсақ қамыр болады. Үстінен целлофановый пакет жауып, 2 сағатқа ашытуға, тындыруға қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін мен осылай 6 картошканы алып қайнатып алдым және осылай езіп, үстінен қуырылған пиязымызды саламыз, жақсылап араластырып, үстінен тұз саламыз. Осындай дайын болған пюрешкамызды 2-ге бөліп алдық. Біреуі жай ғана өзі болады, екіншісіне укроппен және жасыл сарымсақты қостым. Үстінен бұрышымызды салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Мінекей қамырымыз дайын, 2 сағат ішіне осылай әдемі болып ашыды. Қолымызға өсімдік майын азырақ жағып аламыз және дайындайтын столымызды да үстінен өсімдік майыны жағып, мүлдем ұнды істетпейміз. Мінекей осылай әдемі болып қамырымыз көтерілген. Өзімізге ыңғайлы және керекті формада етіп, осындай шарик етіп аламыз және ішіне начинкасын саламыз. Өте көп салып жібермеңіздер және аздау болса да дәмсіздеу болады. Осындай орташа етіп саламыз және үстін жабамыз. 5 минут тындырып, 5 минуттен соң қуыруды бастаймыз. Тәпемізді орташа отқа қойып, үстінен майды құямыз. Өзімізге керекті көлемде етіп, менде 28 сантиметрлік диаметрдегі тәпе, шамамен 300 мл өсімдік майы кетті. Мінекей 5 минуттен кейін соны алып, қолымызды шамалы майлап жібереміз. Осылай жай ғана жайып, өте жұқа және өте қалың етпейміз. Жұқа болса, өте жұп-жұқа болып кетеді, ішіндегі начинка шығып кетеді және өте қалың болса, іші піспей қалады. Мінекей осындай орта отта әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Мінекей осылай пісті, дайын. Легеніміздің үстіне қағаз майлықтарымызды төсеп, қалғандарында дәл осындай етіп қуырып аламыз. Мінекей пирожкиларымыз осылай дайын болды. Сіздерге іштерін көрсетемін. Өте дәмді, өте жұмсақ, ыстық болып тұрыпты. Мінекей видеода көрініп тұрыпты. Іштері өте үлпілдеп, жақсы піскен. Мінекей екінші тарелкамыздағы ішінде осындай зелень қосылған, өте дәмді, жұмсақ және ішінде осындай сарымсақтың жасылы шөптері осындай бар болған үшін дәмі ерекше дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей аралары өте жақсы болып піскен, үлпілдек болып тұрыпты. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.